Ақселеу Сейдімбек, әйел ана ертегісі. Ертеде береке дарып бақ қонған ғажайып бір жер болыпты. Басын мәңгі қар шалған заңғар таулары, төгін тартсаң май шыққандай шүйгін далалары, мүлгіген қар орманы мен мөлдіреген өзен көлдері көрген жанды өзіне ғашық етеді екен. Ал естіген жан өмір бойы бір көруге ынтық болып өтсе керек. Сол жерде кішісін үлкені сыйлаған, үлкені кішісіне қамқор болған, Күншуақ деп аталатын бір ел бақытты ғұмыр кешіпті. Күншуақ елінің ғажайып табиғатында бұрын, байлық берекесінен де бұрын, ынтымақшыл бірлігінен де бұрын өзге жұртты қызықтыратын бір ерекше қасиеті болыпты. Ол қасиеті жігіттері шетінен ер көңіл жау жүрек, қыздары ақылына көркі сай аққудай арулар болса, үлкендері ақыл парасаты мен қадірін арттырады екен. Күншуақ елі ешбір жерге қызықпапты. Өйткені өз жерінің көрік келбеті ешкімнің жерінен кем емес екенін мақтан тұтыпты. Ешкімнің бақытын қызғанбапты. Өйткені өз еліндегі байлық пен бақытты қанағат етіпті. Осылайша зырғып өткен күндер, зырғып айлар, жылдар өтіп жатады. Күндердің бір күнінде Күншуақ еліне жау шабады. Бұл елдің бақытын қызғанған, байлығына қызыққан жау мен мұндалап келмейді. Қапысын тауып, ойда жоқта бас салыпты. Содан батырларының қолы қаруға жетіп үлгермей, қарттары ақыл беріп үлгермей, арулары қандай ала алмай қапа болып, Күншуақ елінің үлкен кішісі жаппай тұтқынға түседі. Қанқұйлы дұшпанның күткеніне де осы болса керек. Күншуақ елінің кәрі жасын қойдай шұбыртып, қозыдай көгендеп әкетіп, үлкен тас қорғанға қамап тастайды. Тұтқын болған қалың ел тас қорғанның ішінде шыққан бір күн мен туған айға темірле қарап, дәрменсіз пендеге айналады. Ұшқан құстан басқа шыға алмайтындай берік қамалдан құтылудың еш жолы табылмайды. Арада бір күн өтеді, 2 күн өтеді. 3-ші күн дегенде тас қорғанның биік мұнарасынан дабыл қағылып, жай жағынан бір елшісі көрінеді. «Уа, тұтқындар!» деп әлгі елші саңқылдай үн қатады. «Құдіретті күшті әміршіміздің бұйрығына құлақ салыңдар. Мейірімі шексіз ұлы әміршіміздің жарлығы бойынша Күншуақ елінің тұтқын болған әйелдеріне азаттық беріледі. Қолына ұстар баласын жетектеп, иығы көтеретін жүгін арқалап қорғаннан шығуына болады. Ал ер азамат атаулы ұлы әміршіміздің қалауы бойынша осы қорған ішінде ажал табуға тиіс». Күншуақ елінің үлкен кішісі мына сұмдық жарлықты естігенде теңіздей толқып, кемедей теңселіп, күңіреніп қоя береді. Осы кезде мұнара басынан тағы да дауыл қағылып, елші тіл қатады. «Уа, тұтқындар!» дейді сұсты дауыспен. «Әміршінің жарлығы 2 болмақ емес, маңдайларына жазылған 2-ақ таңдау бар. Бірі қолынан ұстар баласын жетектеп, иығы көтерер жүгін арқалап, Күншуақ елінің әйел заты мына тас қорғаннан аман есен бостандыққа шығады. Оған көнбесеңдер, 2-ші таңдайтындарың жаппай өлім. Осы 2 жолдың бірін таңдау үшін 3 күн уақыт беріледі. Бұл жарлықта дұшпанның іште есебі болады. Онысы Күншуақ елінің жаппай қырып салғанын не пайда? Одан ер азаматтарын ғана өлтірсе, қалған жетім бала, жесір әйел өзінен өзі
кіріптар болмай ма? Сөйтіп, аққудай ару әйелдері халқымыздың шырайын келтірмей ме деген есеп еді. Мұндай сұмдық ниетті тұтқындарда сезеді. Сезгенмен шара бар ма? Қапа болып қабырғалары қайысады. Қатал үкімнен құтылудың жолы таппай дал болады. Әрі ойланып, бер ойлап, Күншуақ елінің ақылгөй қариялары бір тоқтамға келеді. Дүниеде өлімнен өткен өкініш жоқ, дейді қариялар. Жаппай қырылып, із-түссіз болғанша тұяқ жалғар балаларымыз бен таңдап сүйген жарымыз бостандық алсын. Артымызды оңалтар үміт тілегіміз де солар болсын. Басқа жолды таңдаудың қисыны жоқ. Бұл шешімді естігенде тас қорғанның ішіндегі тұтқындар сендей соғылысып, күңіреніп қоя береді. Ажал күтіп, артында қалар әкесін құшақтап, балалар шырылдайды. Сүйгенінен тірідей айырылған тағдырына лағнет айтып, әйелдер зарлайды. Осы кезде тұтқындардың арасынан ақ шашты ананың саңқ еткен дауыс естіледі. Болмашыны үміт етіп, елеңдескен қалың ел су сепкендей басылып, әлгі дауыс шыққан жаққа ошырала қарап қалады. «Уа, бір туған бауырлар, сабыр етіңдер», дейді Ақшаштана. «Сабыр етіңдер. Көздің жасы ажалға араша тұрар болса, жер бетіндегі өзен мен көл, теңіз бен мұхит атаулы әлдеқашан арманда кеткен боздақтар болып алдыңнан шығар еді. Бірақ өмірдің заңы қатал. Ақыл мен қайрат таусылып, ажал басқа төнсе, көздің жасы қорған бола алмайды. Қанқұйлы жау қапысын тауып, қайратымызды мұқалтса да ақылымыздан адастырған жоқ. Сондықтан сабыр етіп, ақыл қортайық. Күзетші арқылы жаудың әміршісіне хабар бергізіңдер. Бізге қояр шартын өз аузынан мәлімдеп, сол шартты бұлжытпай орындайтынына ант етсін. Сонда дегені болады. Ақшашты ананың не ойлағанын қалың тұтқын білмесе де, үлкенді сыйлайтын дәстүрмен сөзге келместен күзетшіге хабар береді. Кешікпей-ақ тас қорғанның мұғарасы күңгірлеп, дабыл қағылады да жау жағынан әміршісі көрінеді. Сірә Күншуақ елінің аққудай арулары азаттықтан да бұрын ажалды таңдар деп ойласа керек. Тұтқындардың қойған талабына әмірші бәлденбей-ақ құлақ асып, жарлығын қайталап бастайды. «Уа, тұтқындар», дейді әмірші. «Күншуақ елінің әйел затына азаттық беремін. Қолына ұстар баласын жетектеп, иығына көтерер жүгін арқалап, мына тас қамалдан шығамын десе, қазір қақпаны ашқызамын». Сол сәт Күншуақ елінен тұтқын болған Ақшашты ана тіл қатады. «Уа, әмірші», дейді, «шартыңды өз аузыңнан естідік. Оны біз қабыл аламыз. Тек енді қолына ұстатар балалар баласын жетектеп, иығы көтерер жүгін арқалап, мына тас қамалдан шыққан әйелдерге толық азаттық беремін деп ант бер. Антыңды берген соң қақпаңды аштыруыңа болады». «Бердім уәдемді. Көк тәңірінің атын атап ант етемін», дейді әмірші. Солай дейді де күзетшілерге белгі береді. Тас қорғанның қақпасы ашылады. Сол кезде Ақшашты ана бас болып балаларын қолына жетектеп, ақ сақалды шалын иығына мінгізіп шыға берген екен, дейді. Мұны көріп тұрған әмірші алданғанын сезгендей абдырап, «О, бұл қалай?» деседі. Сонда Ақшашты ана: «Өзің емес пе? Қолыңнан ұстар балаңды жетектеп, иығыңа көтерер жүгіңді арқалап шықсаң, азаттық беремін деп ант еткен», депті. Қақпадан шығып жүре беріпті. Ақшашты ананың соңынан басқа әйелдер де күйеулерін арқалап
балаларын жетектеп дұшпанның қорғанынан аман есен шыққан екен. Осылайша Күншуақ елі құрып кете жаздаған қиын шақта әйел ананың ақыл парасатының арқасында аман қалыпты. Әйелді бұрында қадір тұтатын Күншуақ елінің осы оқиғадан кейін әйел анаға деген сый құрметі тіпті ерекше болыпты. Содан бастап бұл елде әйелдер ерлерінің оң жағына отыратын болыпты. Ұрпақтарға үлгі болсын деп Күншуақ еліндегі іргелі руларды, олардың ұрандарын әйелдердің атымен атай бастапты. Елдегі ең әсем қалаға, ең биік тауға, ең мөлдір көлге әйелдердің есімін қойыпты. Тіпті халықтың ең асыл мұрасы, қымбат ескерткіші тіл болса, оны да ана тілі деп әйел ананың ақ сүтінен даритын құдірет қасиетті балапты. Әйел ананы айрықша қадір тұтатын Күншуақ елі күні бүгінге дейін бақытты ғұмыр кешіп келе жатқан көрінеді.